Таңғы асты дәл осы тағамға ауыстырсаң, бір аптада 5 килограмм салмақ тастайсың дегенді көре сала, қызығып кетіп, мен де дайындап көрейінші деп шештім. Сөйтсем, жұмыртқадан жасалған пепперолдың жасалу жолы оп-оңай, ал дәмі енді керемет екен. Жұмыртқаның ауызына майдалап туралған салат жапырақтарын қосып орап аламыз да, енді сары уызын гхи майында қуырып аламыз. Мінекей ролымыз дайын болды. Енді қалыңдығын қалауларыңызға қарай кесіп аламыз да, тәбетімізді ашу үшін әдемі тарелкаға салып безендіріп берсеңіздер болады. Керемет дәм беретін арнайы соус дайындап жібердім. 1 шай қасықтан дижонская горчица, соевый соус және де таза балды араластырып, мінекей бетіне кунжут сеуіп жібердім. Денсаулыққа пайдалы авокадоны да майдалап кесіп, таңғы асқа ұсынатын боламыз. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, ал енді емдік пайдалы рецепттерді жіберіп алмас үшін парақшама тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді қазір қызым дәмін көріп жатыр. Өте ұнады.